Сәлем құрметті тыңдарман, назарларыңызға Жұлдыз подкастын кезекті эпизодын ұсынамын. Бұл эпизодты мен ауылдағы үйімде папам құрып қойған шыршаның түбінде отырып жазып отырмын. Құлағымда Jingle Bells әні шырқалып тұр және атмосфера үшін Санта Клаустың қалпағын киіп отырмын. Үстіме де қарап отырсам барлығы қып-қызыл екен, яғни өзімді бір мерекелік шығарылым деп ойлап отырмын. Сіздер де сондай атмосферада осы шығарылымды сезініп қабыл алыңыздар. Бүгін мен сіздерге өте бір күшті дайындықпен шығып отырмын деп айта алмаймын. Сіздерге айтатын дүниемнің барлығы бірнеше уақыт бойы менің миымда, ойымда қайнады, пісті, сөйтіп өздеріңізге ұсынғалы отырмын. 2024-ті қорытындылайық, 2025-ке арналған шағын ғана мен өзімнің армандарым мен жоспарларымның бір парасын айтқым келіп отыр сіздерге. Менімен бірге болыңыздар. 2024 жыл мен үшін өте қызық басталды. Сондай бір мені үлкен өзгеріске ұшыратқан жыл болды ма деп те ойлап қоямын кейде. Осы жылды қорытындылайтын кезде мен жыл басында құрған жоспарларымды аштым. Оны ашпас бұрын менде мәссаған осы жылы еш нәрсе істемедім, түк бітірмедім ау деген ой болды. Алайда жылдың басында құрған жоспарларыма қарап, жылдың соңында істеген нәтижелеріммен салыстырып, арқамнан шынымен қағып, өзіме молодец, жарайсың Назира дегенді айттым. Осы тұста сіздер де өздеріңіздің арқаларыңыздан қағып, қандай нәтижеге қол жеткізсеңіздер де міндетті түрде сен жарайсың деген жігерлендіретін сөзді айтуды ұмытпаңыздар. Өйткені біз әлі де болсын өз-өзімізді құрастыру жолындамыз, өзімізге ұнайтын дүниені, өзіміз қалайтын дүниені іздеу жолындамыз. Сондықтан да бұл тұста бірінші өз-өзімізге мотивация беретін ол әрине өзіміз. Сөйтіп мен жоспар құрудың өте маңызды екенін түсіндім. Өйткені біз жақсы өмірді қалаймыз, жақсы дүниелерді қалаймыз, армандаймыз. Сол арманымыз ақиқатқа айналу үшін мақсат қоямыз. Ал мақсат орындалу үшін міндетті түрде жоспар керек. Өйткені жоспар сенің баратын жерінен адастырмайтын компасың тәрізді ғой. Жолыңнан адасып кетпес үшін әрдайым саған бағдар беріп тұратын, қай жердесің, қай жаққа бара жатқаныңды көрсететін тұспағар. Сондықтан міндетті түрде жоспар құрыңыздар. Және кез келген армандарыңызды жазыңыздар. Бізге де ой, мына арманым менің тым үлкен сияқты, бұған қолым жете ма, жетпей ма деп ойлаймыз. Алайда армандаудан жалықпау керек, оны тоқтатпау керек. Сондықтан жазыңыздар. Жазуда да құдірет бар. Мен осы жерде өзімнің мысалымды айтып кетейінші. Мен жоспар құрған кезде өмірімді бірнеше секторға бөліп тастаймын. Денсаулық, қаржы, даму, карьера, саяхат деген бірнеше бөлімдерім бар. Сол бөлімдер бойынша жұмыс істеймін жыл бойы. Сөйтіп қаржы секторына мен 5-6 тапсырыс бойынша жұмыс істеймін деп жазғанмын. Шынымен де жылдың соңында мен осы 12 ай бойы сол тапсырыстарменен жұмыс істеген екенмін. Шынымен мен негізінде оны жыл бойы бұл сан менің цифр миымда да болған жоқ. Мен оны ұмытып та қалған екем. Бірақ жазудың құдіреті қайда десеңізші. Демек келесі жылы одан да көбірек жазуға, одан да үлкен дүниелерді армандауға, соларды мақсат етіп қоюға менде бір құлшынысым оянды деп айтсам болады. Сондықтан да сіздер де армандаңыздар, арман орындалу үшін мақсат қойыңыздар және жазыңыздар, жоспар құрыңыздар. Тағы да бір дүние, бұл сыртқы ортадан көп еш нәрсені күтпеуді үйреніңіздер, оқырмандарым дегім келеді. Гүлдер, біздің айналамызда тұрған өсімдіктер, олардың жайқалып өсуіне, өркен жаюына біз адамдар себепшіміз ғой, Алланың қалауымен. Оларға аптасына бірнеше рет су құямыз, топырағын қопсытамыз. Сарғайған жері болса, ол жерлерін қиып, жұлып, сөйтіп күтімін жасаймыз. Адамдарда да солай, олардың дамуына, жақсы адам болуына, ортасы тікелей қатысты. Осы тұста Абайдың бір сөзі есіме түсіп отыр. Енді нақты қателесуі мүмкін. Кімде-кім жаман адам болса, оған замандасының барлығы виноват деп айтқан екен. Негізі орта үлкен рөл ойнайды. Дегенмен де сол ортадан, сыртқы адамдардан көп нәрсені күтпей, өздеріңізде көңіл күйлеріңізді көтеруге, жігерлендіруге талпыныңыздар. Өйткені әр адамның өзінің жолы бар, ал бізде тек қана біз ғана бармыз. Соны ұмытпасаңыздар екен. Бұны айтып отырғаным 2024-тің маған ұғындырған бір тұжырымы осы болды.
мен көп нәрсені сырттан күтеді екенмін, алайда сырттан көп дүниені күтудің қажеті жоқ. Бағана басында айттым ғой, 2025-ке құрған арман тілектерімнің бір парасын айтып өткім келеді деп. Бұл саяхат негізінде осы 2024-тің өте бір жарқын оқиғасы. Бұл сіңілім екеуміз мамамызбен бірінші рет шетелге шығып көрдік. Ол өте қызық экспириенс болды. Біріншіден, ата-ананы шетелге шығару деген ол бүкіл қазақтың баласында бар бір арман, ортақ арман. Және де сол жақта шынымен мен мысалы әрдайым мамамның жанында болсам да, мамамның өте бір жаңағы ориентирінің жақсы екенін, тарихи дүниелерге қызығатынын мен білмеген екенмін. Сол сияқты сіңілімнің сондай эстетикаға құмар екенін, өте әдемі суреттерді жасайтын, ол дүниелерді мен байқамаппын шыны керек. Демек, саяхат деген ол тым жақын адамдарды одан сайын жақындастырып, жаңа қырларын ашады. Сондықтан да мүмкіндік болса саяхаттаңыздар. Енді әрине алдымен өздеріңіз көріңіздер шетелдерді, өздеріңізге беймәлім жерлерді, кейін жақындарыңызбен, достарыңызбен де сол жерлерге барып, одан сайын жақындықтарыңыз арта түседі. Сондықтан келер жылы да саяхаттың санын арттырсам деймін. Одан кейін әрине осы жұлдыз подкаст жобамды одан ары қарай жетілдіріп, сіздерге өте қызық контенттер жасасам деймін. Негізі биыл Аллаға мыңда бір шүкір, бұл жобамда біраз өзім үшін көп тәжірибе әкелді. Өйткені былтырға қарағанда мен биыл аз да болса үздіксіз жұмыс істеп, біршама эпизодтар дайындадым, біраз сұхбаттар жазылды, өздеріңізден де біраз кері байланыстар келіп түсті. Сондықтан да жыл 12 ай менің қасымнан табылып, осы подкаст төңірегінде ойларыңызды бөлісіп, кері байланыс бергендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет айтам, құрметті тыңдармандар. Келер жылы да менімен бірге боларсыздар деген үміттемін, және алдағы жылы мен де сіздерге пайдалы, бұдан да қызық контенттер ұсынуға барымды салам. Сол бүгінгі эпизод сондай бір қызық, жаңағы қалай айтсам екен, қысқа эпизод болсын. Өйткені қазір барлығымызда жаңа жылдық қарбалас, сыйлық алу, сыйлық беру. Ертең 31 желтоқсан, барлығымыз дастархан жайып, оны тойлауға дайындаламыз. Сондықтан да осындай бір өте күшті көңіл күйменен мен жылдың соңғы шығарылымын аяқтаймын. 2024 біз үшін жаман жыл болды деп айта алмаймын. 2025 одан да күшті, жарқын жетістікке толы, берекелі, жақсылыққа толы жыл болсын. Тек қана жағымды жаңалықтар мен жақсы күндерде тілдесек, кездесек. Сонымен жұлдыз подкасттың осы шығарылымы, осы эпизоды тәмам. Сіздермен бірге болған әдеттегідей мен Назира Қасымбек. Мен сіздерді келесі жылы осы подкастымда тағы да күтемін. Аман болыңыз, тыңдарман.